350 200 мына 200 теңгеге мынау келеді екен. Так. Бәрі бірдей. Мына жерде чипсы, кирешкилар бар. Достар, кейін жаман біреулерге барып, алдап атса кетіп қалмаңыздар, ұрлап кетеді. Достар, маяқта вертолет ұшып бара жатыр күшті. Сәлем достар, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Біз бүгін магазинде боламыз. Біз бүгін сатушы боламыз. Ал достар, біз магазинде отырмыз. Қандай қыз, сіз дәу қыз болсын ма? Сөйтіп жоқ екен акам. Жоқ екен, көрдім. Мен артында болмыз. Ат Сы жағында. дегенде сәт. Сы дегендеріне. Қарыз дәптерде қарыздарын құтылайын деп келіп жатыр адамдар. Аяқта ибойсик отыр, ибойсик. Шапкасыдан айым. Мына қойыпты ғой. Достар, біз өйстіп магазинде кейде отырамыз. Мұхаммед пен Алихан садикте, айым жаңа мектептен келді. Енді ибошты алып, үшеуміз магазинде отырмыз, сатушы болып. Айымға рахат, бәрін жеп жүре береді. Айымға бәр тегіне. Апасы айтқан ғой, сендерден қалған сатамыз жей беріңдер деп. Сонымен айым рахаттанып жүр. Ибошта жейтін нәрсесін жеп алды, үстін бәрін шоколад қылып жағып. Достар, бізде магазинде неше түрлі тәтті нәрселер бар. Осының бәрін айым мен Мұхаммед, Алихан үшеу шулап, таласып жейді. Айым не істейміз? Ой, ибойсты қарашы, ибойсты. Шашын басындағысын шешіп тастап жатыр. Жарайды ғой басын. Ой. Әке, ибойс жаптың да екенсің. Достар, біз өйстіп отырамыз кейде. Магазинде әр түрлі сат. Далаға шығамыз. Жүрнан сәл күнге шығарып келік. Демесе? Сәреткім салбағым қалтамыр. Жүрінде далада жүрек сәл. Мороженылардан азғантай қатты. Уже еттер, полуфабрикат. Сондайлар ғана қатты. Бұл ма? Жай жүр. Мына жерде отырамыз. Тормозды басып қойын. Ибась! Әрді мынандай нелер бар, сағыздар, ойыншықтар бар. Оқушылар келіп, осы жерден тиындарын салып алып кетеді. Оп. Алада. Оп. Камызда. Айымның жаңа бір Пикачу бар тұңы, игрушкасы. Сұрап кесе папасынан. Жолдан абайлап өт. Соны анау көшедегі, машинаның қасындағы көкенің баласы алып кетіп еді айымның Пикачуын. Соны әкеп береміз деп еді, сол әлі жоқ. Айым уайымдап жатыр енді. Мен Пикачуны әкетіп қалды деп. Барды айым. Осы көкенің баласы алып кеткен ғой, кішкентай. Көзден тағы бар. Сіздердің де балаларыңыз сондай ма, достар? Үйлеріңізде кішкентай бөпелеріңіз бар ма?
Міне шықты айым. Айым, жолдан байқап өт. Апасы мен атасы тойдан әкеп берген ғой. Пикачу, лабубу, сондай мягкий игрушкалар береді екен ғой. Қазір тойда хит попты ғой. Соны менікі деп екеуі бөлісіп алған. Алдың ба? Жыламай берді ма? Ана столдың қасындағы жерде тұр. Тұр ма екен? Не деп айттың? Қасына бар Бергесі? дедім да сөйтіп. Папасына не деп айттың? Сосын Пикачуды Самир алып кетті деді. Ой, мен айттым да, сосын жүр алып берем деді ғой. Сосын анаяқта столдың үстінде тұр ғой. Ойнамай апарып қойып қойыпты ма? Оның үйінде де да Пикачу бар екен. Айымдыкен қызығып алып кеткен ғой. Ибостай! Исәнім! Ұпай сәнім! Қазір шортс видеолар түсіреміз арасында. Сөйтіп, бір сағаттай магазинде боламыз. Сосын апамыз келеді. Достар, маяқта вертолет ұшып бара жатыр күшті. Ой, маңдомалақ көрініп жатыр. Иә, көрін. Осындай вертолетке мінгім келеді. Кер тұрсай сен кімге қарама. Арманымның бір несі ғой. Бір арманым бұл, короче, осы вертолетке мініп жоғарыдан жерді көргім келеді қандай екенін. Сосын судың үстінде вертолеттің ұшып судың бетін көргім келеді. Құдай қаласа сондай армандарым жете береді. Сөйтіп айқайлайтын ек қой баяғыда достар. Естеріңізде ма? Менің возрастымдағы адамдар. Ау. Полиция сондайлар. Кетіп бара тұрар вертолет. Полиция деп не айтып жатыр едің? Полицияда кішкентай телефон бар да, мынандай. Бабы деп бірдеңе айтады. Иә, сөйтеді ғой. Рация ғой, мынандай хабарландыру айтып тұрады. Бірінші, қайдасың бірінші? Мына жақта вертолет ұшып келе жатыр. Екінші, тыңдап тұрмын. Сөйтіп айтады ғой. И бошта. Былай, кәсетек сәл. Мінбегенбіз әлі. Біз тек қана достар енді. Біздің бала-шағамыз әлі мінбеген. Мен күйеуім екеуміз ғана пойызға мініп көргенбіз. Болды. Онда да біз пойызға 2-3 рет па мінгенбіз. Пойызға міндік енді не еді жаңаға. Самолет, вертолет дегендерге мінбегенбіз. Достар, қорқып кеттік қой. Аяқта бір кісі да бір рабочий киім киіп алған. Түрі де басқаша андай ұлты қазақ емес, короче. Қорқынышты енді жұмыс істеп жүрген кісі сияқты. Магазинде тықырлатып бірдеңе істеп жатыр. Кіріп қалсам. Бұлай көрген жоқпын, қашан кіргенін ше, көрмей де қалдым. Сөйтіп қарап қалсам, морозильник тақтарып жатыр, тасырлатып не істеп жатыр десем. Мынандай алып жатырмын дейді да. Сонымен тағы не аласыз десем, нан алам дейді. Бердім да, сөйтіп ақшасын төлеп шығып барады, бізді мазақтап, билеп, бір нәрселер көрсетіп кетіп баратыр. Қорқып кеттік достар. Бұрында қорықпайтын едік, қазір сәл қорқатын болдық. Айналамызда неше түрлі адамдар көбейіп кетті ғой. Достарға бірдеңе айтайын ба? Айтшы. Достар, кейін жаман біреулерге барып алдап жатса кетіп қалмаңыздар, ұрлап кетеді. Иә, айым дұрыс айтады. Айым қорқып қалды, айымға қарап биледі ма, бір нәрсе істеп барды, қолын көтеріп ше. Папа болғанда бытшытын шығаратын еді. Папа жанымызда жүрген кезде ұратын еді. Бір ұратын еді ғой, иә. Ішке кіреміз ба енді? Мәсаған достар, чипсилардың түрлері бар. Ау.
Neni koydu түсіне? Ağrı batır. Түседі ғой өзі, түсейін деп жатқан. Сол емдету керек, бірақ сен қорқып жүрсің ғой, емдетейік десек. Мына жерде чипсы, кирешкилар бар. Мындай печенье шығыпты, батончик деген. Бұндайымыз жоқ еді. Товардың арасында көп нәрселер қосылыпты ғой. Бұндай сулар тұр. Нені? Қаны? Апа алып қойған ғой. Саламатсыз ба, келіңіз. Келіңіз. Не аласыз? Опа, не берейін? Айта бер. Больше не берейін саған. Нан, ұсташы ма? Нан, ұстап отыр. Айым қасында отыршы. Апайым атымдарға не жетеді? Не алғың келеді сен? Мынау деп көрсетші, өзің жегің келетін. Мен айтам саған, жете ма, жетпей ма? Мынандай алғың келіп жатыр ма? Осыны жасамышы. Қазір онда тиынын санап көрейік. 150, 200. Мына 200 теңгеге мынау келеді екен. Бәрі бірдей. Тағы да. Тағы не алғың келеді? Не жетеді, соны бері салмышы. Ондай болса. Мынандай сағыз бар екен. 80, 90, 100, 130, 140, 150, 160, 170, 200. Мына сағыздан біреу келеді екен. 200. Осы келеді екен. Саудаңыз сөзге берсін. Ой, рахмет. Қандай тәрбиелі қыз екен, ә? Тиынды сап қоямыз. Саудаңызды жүргізе берсін дейді. Достар, бізге бүгін күшті мотивация беріп кетті мына қыз. Апа, біреу келді. Соларға видеосын не істемей қояқшы, осымен қояқ. Мақұл. Біз телефонымыздың памятіне қарай түсіре береміз ғой. Жейсің бе? Қазір онда саған барни берейінші мен. Барни жейк. Оны жей алмайсың сен, не болшы ол қатты ішіндегі сол. Қазір барни берейін. Достар, біздің ибойстай барни жеп жатыр. Зәнім. Енді қосымша тамақтар жеп жүр өзі. Мен түсіп. Ağzın қасыда. Ибош 9 айға толды кеше. 9 айға толған сүннесті. Құдай қаласа бірге толады жақында. Ура, бірге. Январдың 6-сына 1 жасқа толады Ибош. Ибош шымшиды. Я. Мам, Алихан 2-ке толған сон кішкентай не торт істенеді. О машинада отқан сон Алихан. Үйде. Жалташы. Ибош кішкентай аққо. Жатты ма? Ибош шапкасын шешеді. Өзі рахаттанып, шашып отыра береді Ибош. Ибош дайма. Достар, біреу артыңызда жайлап келетса, қашып кетіңіздер. Аузында бар екен әлі. Аузына сала берейін десем, аузында бар әлі жемейін деп. Мама, Ибош. Ибош, Иботыз, 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 Ибош, Ибош. Достар, біздің видеомыз ұнаса лайк басып,
подписаться етіп, комментарий жазып отырыңыздар. Ой, и вот что по телефону. Қалған айымға бөлісі. Эй, Ивош, қой болды. Ибош несін жеп алды, барнин. Естейміз енді. Далаға шығамыз ба? Қазір мен ана жерді көрейінші. Жылы су болса, су берейін Ибошқа. Айым сен ұстай тұршы Ибошты. Достар, біз мынандай магазинде осындай шоколад көрдік та. Біз дубайский шоколадты жеп көрмегенбіз, бірақ мына шоколадтың ішінде фисташки бар екен. Яқтанектер сияқты. Сол ғой, сол фисташки деген. Біз осыны примерно дубайский шоколад қылып елестетіп жейміз қазір. Көреміз дәмі қандай екен. Қазір айым бізге ашып көрсететін болады. Дубайский шоколад сияқты ғой, примерно. Соның дәмі. Дәміне ұқсайтын шығар. Ибош түсірді тергеше. Саған құрт береміз ба, Ибош? Ма. Ұста қолыңа. Қолыңа ұста. Достар, міне примерно қазір бөліп көрейікші қандай болады екен. Ой, ештеңе жоқ қой осында. Примерно енді арасында фисташки бар деп қойған. Дәмін көреміз қазір. Может, езіп істеген ба? Кән? Қазір. Достарына шоколадтың іші фисташки. Бірақ дәмі түкте тәтті емес. Арзан шоколад екені көрініп тұр. Дубайскийді әлі жеп көрмейміз. Примерно сондай дәм бола ма деп ойлаған ғой. Ондай болмай шықты. Бірақ түрі тура. Сондайға ұқсап тұр. Ну ладно. Мұны қоя салайық. Апа шаймен ішіп қоядық. Достар, мына жақта оқушылар келді. Бір класстасымыздың туған күні деп жейтін заттар алып кетті. Класстарымен ақша жинапты көп қып. 2000 ба, 3000 ба. Сомен заттар жинап, бір пакетке салып береді екен бүгін. Сіздердің оқушы кездеріңізде қандай қызықтар болды? Үлкендер жазып отырыңыздар комментарийге. 5-ші, 4-ші, 3-ші класста қандай қызықтар болды сіздерде? Біз оқырмандарымыз екен айтпақшы достар. Сіздердің ютубтарыңыз біз қызығып көреміз, ұнайды бізге. Қашан видео шығарасыздар жаңадан деп сұрап жатыр. Қуанып кеттік қой, не деген күшті. Біздің оқырмандарымыз бар. Камикоштар сияқты ше. Бірдеңке деп айтатын еді. Не деп айтады? Сыныптас қой, сыныптас. Класста сыныптас деп айта береді. Біздің оқырмандарымыз. Билешіған. Ла-ла-ла-ла-ла. Тари-тари-та-та. Айым. Келін қарай тұр. Мәсән, достар, адам көп еп үлгер амай. Еще мынаяқта Ибош далада жылап отыр. Айымға қарай тұр деген ғой. Ол қарап отыр. Сонымен сәл бүйтіп жүгіріп қалған жайымыз бар. Мықты оқушылар отыр. Балдарда кіретін сияқты ғой, сәл қарай тұр тағы, иә, мақұл? Жон. Кәсет етірші, ана сендер бар. Ойбайдан қыздай жабысып отқан. Кетпе дейді.
Айым давай тербете тұр. Ана несін шеш, артын босат та. Келіңдер, жіктер, ұяласындар. Ал достар, біз бағаналы бері сауда жасадық. Айым маған көмектесі, Ибрахимді ұстап тұрды. Қазір Ибош үстіме мініп алып маған. Жапсып. Адам көбейді. Осы жерде, жақын жерде мектеп бар. Оқушылардың бәрі осы магазинге келеді. Үлгер амай айтыр. Бағаларын білмеймін да көбісінің. Звондап отырып папамыздан, апамыздан сұрап сауданы жасадық. Біздің видеомыз ұнаса лайк басып, подписаться етіп отырыңыздар. Саламатсыз ба, келіңіз. Көп абайлаңыз. Құлақ қалдың ба? Біз қайттық. Біз магазинде отырып, біраз сауда жасап үйге қайттық достар. Машина келетір, артымызда Айым. Тұрамыз ба жүреге? Күннен шетпен жай жүре берейік. Достар, бүгін қызық, сондай күн болды. Магазинде отырдық біраз. Неше түрлі адамдар көріп, ойымыз бөлініп, күліп ойнап, рахаттанып қайтып бар жатыр. Ибоштың да ұйқысы келді. Ал достар, біздің видеомыз ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар. Всем пока.